Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Алатау дәстүрлі өнер театрындағы Мәмлүк Сұлтан Бейбарыс қойылымына арналған ерекше бас киімдер жалғастырамын. Суретшісі Алма Сырбаеваның эскизі бойынша осы бас киімді сұр түсті, қара түсті киізден қолдандық. Және 5 қиықтан тұрады. Және сұр мақта өрімін пайдаландым. 13 сантиметр, 12 сантиметр, 8,5 сантиметр. Мына жақтар 9,5, 9, төбесі 9,5, мына жері 2 сантиметр. Енді жасалынып жатқан бас киімдер өзі ерекше, бір-біріне ұқсамайды. Мына жасалынып жатқан моңғолдардың бас киіміне ұқсайтын мүйізді бас киім. Енді өзінше бұл да басқаша. Мына әшекейлердің барлығы ПВХ-дан жасалған, өте жеңіл. Мына жасалынып жатқан әшекей украшениелер бәрі ПВХ материалынан жасалған. Олар өте жеңіл, кескенге де өте ыңғайлы. Мынаның бәрі сондай жеңіл нәрселер. Каждый детальдарын өстіп кесіп, тура эскиздегідей қып жасадық. Размерлері әртүрлі, бір-біріне ұқсамайды. Өзіңіз көріп тұрғандай міне. Меніңше өте әдемі болып шықты. Бұл бас киім әшекейлерімен қосылып. Мен өзім сұлу ойлаймын. Әдемі болды деп. Енді тағы бір бас киім, египетский. Бұл бас киімді өзі ерекше жасалынды. Ішінде каркасы да бар, киізі бар, бәрін араласып жасалынды. Әшекейлерін сол эскиз бойынша жасадым. Бұл жерде де өрімдері мақтадан жасалған. Хыбы. Одан кейін мына моншақтардың бәрі ағаштан жасалған түгел. Мына жерде ағаштан жасалған моншақтар қатты көрініп тұр. Бұл енді суретшінің сұранысы бойынша жасалынды. Мына матаны қара киізге паутинамен жабыстырылып, және каркастың сыртын қаптадық. Барлығы эскиз бойынша жасалды. Өрімдерінің қалай тұр, соның бәрін сол бойынша, эскиз бойынша жасалдық. Мына құсты білесіздер, бұл құсты бірінші бөлімінде көрсетіп кеткенмін. Көрем десеңіздер, қарап шықсаңыздар болады. Қарап отырсаңыздар, суретшілердің фантазиясы өзі керемет, ерекше. Алма Сырбаеваның ең соңғы инстинкт деп аталады. Бұл бас киім 2-ақ жерден ғана бір-біріне жалғанып тұр. Қалған жерінің бәрі проволокамен иіліп, келтіріліп жасалынған. Бұл өзінше бір ерекше, өте ерекше. Міне құрметті көрермендер, менің ерекше бас киімдер туралы түсірілімім аяқталып қалды. Ең соңғы бас киім міне массовкаға арналған Алманың фантазиясы. Енді көріп тамашалаңыздар. Қош сау болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын. Аман сау болайық.